Ассалаумағалейкум достарымбек, қандай шақсымсыз? Міне бағып отқан балықтарым хлор суға. Біздерде арықтан келетін су жоқ. Кәдімгі 40 кранның суы. Балықтар кранның суына да өседі екен. Бірақ икра қояды ма, қоймайды ма білмеймін. Және бұның ішінде неше еркек, неше ұрғаш екенін білмеймін. Хлор суда өсіп атырыпты, жүріпті. Өседі екен хлор суда да. Енді сізден бір икра гарантия қоятын алдыраман деп отырып едім, мен енді алдыра алмадым. Соған гарантия икра қоятын салып көру керек болып тұр. Водопровод суға болады ма, болмайды ма, икра қояды ма, қоймай ма. Бірақ өседі екен. Зор өсуі болады. Азыр июнь айында салдым мен. Мыналар кішкентай лауға қойды. Азыр өсіп кетті олар. Емлерінен жеп жүріпті. Балықтың өсуі болады. Бірақ икра қоя ма, қоймай ма, ол жағын білмей атпан. Бұның ішінде неше еркек, неше ұрғаш екенін білмеймін да. Соған гарантия икра қоятыннан салып көру керек болып тұр. Водопровод суы біздерде арықтан келетін су жоқ. Қарақалпақстан 2-3 шақырымда тұрама. Міне балықлар. Еркек ұрғашысын ажырата алмай атпан да бұны. Бірақ водопровод суға, хлор суға болады екен, өседі екен.